Құрметті Дәурен Сайлаубайұлы, өздеріңіз білесіздер, Ақши ауылында 475 участок жеке тұрғын үй құрылысына таратылып берілген болатын. Демек, қазір 475 отбасы осы көктем шықты, қазір құрылысын бастайды, бірақ өкінішке қарай 8 трансформатор ұрланды, электр желі кабельдерінің бәрі ұрланды. Сіздің жаңа баяндамаңызда 15 елді мекенде 100 миллионға жуық қаржы бөлінді дейсіздер. Ақши ауылы кірді ма соған? Қалай шешеміз осы проблеманы? Қазір көктем шықты, ел жаңағы жерлерін қазықтарын қағып қойды. Енді қазір құрылыс бастайтын кезде не су жоқ, не свет жоқ. Осы мәселені ұсталған, ұрлаған адамдар ұсталыпты, соты болды ма, болмады ма, ол жағынан да ақпарат жоқ. Бірақ олар материалдық шығынды қайтаратынына күмәніміз бар. Соған байланысты мына үкімет жағынан енді қаржы бөліну тиіс деп ойлаймыз. Соған жауап берсеңіз. Дұрыс сұрақ орында. Асылымызда бұл жерде бекітілген ол Ақшидің жоғары жағында тартылған жаңағы ИПС-теріміз ғой. Бұл негізінен баланста қазіргі кезде ауыл әкімдігінде тұрып жүр. Құрылыс жұмыстарын жүргізген заказчик тапсырыс беруші мекеме құрылыс бөлімі, сол себепті біздің бөлім тарапынан ешқандай қаражат өтіп кетеді. Және қосымша трансформатор подстанция деп отырсыз. Асылымызда бұл жерде биылғы жылға былтыр сатып алынған трансформатор подстанцияның біреуін әкім халықпен кездесу кезінде ұсынысы болған. Трансформатор подстанцияны көшеге қай көше екен, соны планда болсын, оны қоямын. Ал мына жоғары жақта тонап кеткен трансформатор подстанцияны ол бюджеттен қойылмайды, кәсіпкер болмайды. Өйткені баланста менде емес. Екіншіден ол тоналып кетті, бюджеттен салынған дүние тоналды, ұсталған ұрылар анықталған. Сол ұрылардың есебінен қойылама бұл бөлмемен қалай болды. Қайтып қойылмаса басқа жерде дейтін ұрлай береді. Мына бұлай ғой. Біріншіден, бұл жаңағы қай бөлім бұл мәселемен айналысты, бөлім айналысты. Кезінде уақытында соны ауылдық жергілікті атқарушы органға уақытында берілмегеннің салдарынан осындай жағдайға жетіп отыр. Ал енді мен өзім ойлаймын, енді ол ЖКХ-ның балансында болған жоқ, бұл жаңағы строительный бөлімде болды. Бірақ та мен сол жерде қарсы болған ауылдық селолық округтың әкімі өзінің балансын алғанына. Неге? Себебі ұрланып кеткен дүниелерді бастан кеткеннен кейін ғана барып жаңағы ауылдық селолық округты қабылдап алу керек еді. Неге дейсіздер? Бұл жерде жаңағы 8 трансформатор, насос 1,5 миллион ба, 2,5 миллион ба, су құбырының насосы, одан кейін барып 2 километрдей жаңағы провод ұрланып кетіп отыр. Бүгінгі күнде қазір мен сіздерге айтайын, қазір үй салғанның өзінде жағдай қиын болайын деп тұр. Бұндай проблема өздеріңіз білесіз, Сатай ауылында болған. Қорамда осындай проблемалар. Біз бір басқан жерімізді, бір проблеманы басқан жерімізді 2 рет, 3 рет, 4 рет басып жатырмыз. Бұл үлкен мәселе. Сондықтан да мен өзім ойлаймын, бұл жерде ауданның әкімі сол отделді жазалау керек еді. Нақты. Ешкім, бұл айтқанда бүгінгі күнде, Дәурен мырза, ешқайсы жазаланған жоқ. Ешқандай проблема жоқ. Как будто біз соншама миллиондаған ақшаны біреуге бере салғандай болып тұрмыз ғой, чемоданмен. Енді бұл кісінің баланста болмағаннан кейін мен айтпаймын, бірақ та осы мәселемен Дәурен бәрібір сенің құзырлығында білмеймін ғой, осы мәселені қалай шешеміз, дұрыс айтады, мінекей қазір басталады, осы мәселе бойынша ұсыныспен шығыңыз. Біз депутаттық сауал міндетті түрде сізге жазамыз, аудан әкіміне. Асыл дайындамыз. Жақсы. Дайындамыз. Дәурен мырзамен жаңа аудан әкіміне. Осы мәселені қалай шешілетін бағытын табуымыз керек. Ертең проблема болады өруге. Дұрыс айтасыз. 90 гектар жерге бүгіндегі, соншама халықты бүгін. Қазір үйдерін, жерлерін беріп жатыр, ертең проблема болады. Жақсы.